Қазақстандық шенеуніктер жиған тергенін шетелге тасиды. Ақжағалардың капиталы әлемнің қай елінде қанша есепшотта жатқандығы белгілі болды. Бұған дейін белгісіз болып келген мәліметтерді мемлекеттік кірістер комитеті жариялады. Ол мемлекеттік қызметкерлердің міндетті декларациялау кезінде алыныпты. Сонымен шетелдік банктерде Қазақстан 354 мемлекеттік қызметкердің 530 миллиард теңгедей қаржысы сақтаулы тұр екен. Әлемнің 59 елінде, әсіресе шенеуніктер қаражатын Біріккен Араб Әмірліктерінде сақтағанда жөн көретіні байқалды. Бұл елдегі небары 22 шотта 308 миллиард 481 миллион теңге жатыр. Екінші орында Сингапур. Біздің шенеуніктер мұндағы қаржы құрылымдарына 158 миллиард 47 миллион теңгесін сеніп тапсырған. Үздікшілікті Швейцария қорытындылап тұр. Мемлекет қызметкерлер мұндағы банктерде 33 шот ашып 36 миллиард теңгеден астам ақшасын сақтап отыр екен. Сосын Ұлыбритания, Ресей, Германия, Испания мен бұл тізім жалғаса береді. Ал ең көп есепшот ашылған елдердің көшін Ресей бастап тұр. Мұнда мемлекет қызметкерлер 95 шотқа 3 миллиардтан астам қаражаттарын салған. Екінші орында ақш, мұхиттың арғы жағындағы елдегі 64 есепшотта 1,1 миллиард теңге бар.